Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен бента пипай тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен коржын дайындап аламыз. Шоколад пен майымызды алдын ала микроволновкада ерітіп аламыз. Содан соң 3 жұмыртқамызға сахарымызды қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Көлемін 2 есе ұлғайтқанша жақсылап осылай миксерлеп алыңыздар. Осылай миксерлеп алған соң, көлемін осылай ұлғайтқанда әппақ болып тұрады. Содан соң жаңағы ерітіп алған шоколадымыз бен майымызды қосып араластырып аламыз. Тағы да миксерлеп аламыз. Сіздер немесе какао қоссаңыздар болады. Осылай електен өткізілген ұнымыздың үстіне қопсытқыш салып алып, содан соң осылай ішіне салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Түйіршіктері қалмау керек. Жанына шығып кеткен ұндарды осылай түсіріп қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң осылай мен 4 бұрышты қалып қолдандым. Бір тегіс етіп жайып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Немесе жеке домалақ етіп пісіріп алсаңыздар болады корждарын. Бір тегіс етіп жайып алып, қызып тұрған 180 градуста 30-40 минутта пісіп шығады. Ал енді кремін дайындауға кірісеміз. Творожный сырға қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай миксерлеп алыңыздар. Қоймалжың күйге ену қажет. Міне содан соң сливкемізді қосамыз. Сливкелеріміз міндетті түрде 33% болуы шарт. Сонда кремдеріңіз өз күйін сақтап тұрады. Міне осылай керемет болып шығады. Міне коржымыз да пісіп шықты. Енді осыны 4 бөлікке бөліп алдым. 16 сантиметр. Кольцоның көмегімен бөліп алдым. Мен осылай өзіме ұнағандай бортик жасадым. Енді бірінші жасағанға осылай жасасаңыздар болады. Өздеріңізге ыңғайлап. Сіздерде кондитерский мешок жоқ болса, мен сияқты телефонның көмегіне осылай бортик жасасаңыздар болады. Міне ортасына осылай салып аламыз. Қанша грамм қолдану керегін төменде описание бөліміне жаза кетемін. Екінші бөлігін қойып, тағы да солай қайталап аламыз. Сіздерде насадка бар болса, насадканың көмегінен жасасаңыздар болады. Мен осылай ортасына банан қосып жібердім. Сіздер ештеңе қоспасаңыздар да болады.
әр қатарға осылай жайғап шығамыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Пупи-пайды оригинал рецептісі. Осылай соңғы беткі бөлігіне мен осылай ганаш дайындап алдым. Жаңағы шоколадпен майды араластырып ерітіп алдым. Соны бетіне жақтым. Ас болсын. Сау болыңыздар.